Қалайсыздар менің оқырмандарым, сіздермен өнер. Бүгін біз сгущенкадан, яғни қою сүттен пирог жасайтын боламыз. Жалпы пісірген дүниенің барлығы кейде сәтті шыға бермейтіні анық. Менде де бүгін сондай жағдай болды. Сонда да осы видеоны жасап сіздермен бөліскенді жөн көрдім. Керекті заттардың барлығын описание бөлімінде қалдырамын. Bir банка сгущенканы жұмыртқамен араластырамыз әбден, және оның үстіне еріген сармай құйып тағы да жақсылап араластырамыз. Менің бұл жерде ыдысым кішкентай болды, сондықтан жасап жатсаңыз кеңірек үлкендеу ыдысқа жасау керек. Өйткені араластырған кезде кішкене қиынға соқты. Енді үстіне 200 грамм өлшеп алған ұнымызды електен өткізіп салып, жақсылап түйіршіктері кеткенше араластырдым. Оны араластырып болғаннан кейін үстіне 1 қасық соданы сөндіріп уксуспен оны қостым. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Тесті өте қатты қоймалжың болады. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін табамды майлап қойдым. Тестіні 2 бөлікке бөліп құятын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Яғни соды тестіға біркелкі сіңіп араласуы керек. Осылай бірінші бөлігін құйып алдым. Үстіне шоколад септім. Арасына кетті бұл шоколад, яғни жарты бөлігін шоколадтың үстіне құйдым. Шоколад салу маңызды емес, орнына жаңғақ салуға болады. Өзіңіз үйде не бар, соны қоссаңыз болады. Осылай үстіне құйып шығамыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Жалпы алдағы уақытта сіздерге оңай рецепттерді ұсынатын боламын. Мен өзім жалпы оңай рецепттерді жақсы көремін. Тез араластыра салатын, сондай бір оңай рецепттер болады ғой. Сондай рецепттерді жақсы көремін, себебі қиын рецепттерді жасауға ұзақ уақыт кетеді. Енді отта 150 градуста асықпай 40-45 минут пісіру керек екен. Менікі кішкене күйіңкіреп кетті, тез пісіріп алғандықтан. Астында қызуы қатты болғандықтан кішкене күйіңкіреп кетті. Менің жасаған видеомның еңбегімді бағалап, видеоның соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазып кетсеңіз болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы.